Hello kids, welcome to online English lesson. In this lesson you will learn about the reported speech. Бүгінгі сабағымызда direct және indirect speech жайлы үйренетін боламыз. Direct speech деген ол сөйлеушінің өз сөзі, indirect speech сол сөзді өз сөзіміз арқылы жеткізу. Мысалы, Amy said, I love your earrings. Amy said that she loved my earrings. Amy'дің сөзін біз басқа біреуге осылайша жеткіземіз. Яғни, қандай ережелерді сақтаймыз және не өзгереді. Көріп отырғанымыздай, she loved my earrings. Шақ өзгерді және есімдіктерді өзгерттік. Яғни шақ present simple'дан past simple'ға өзгерді. Демек, егер тырнақшаның ішіндегі сөйлем direct speech present simple шағында тұрса, онда ол past simple'ге ауысады. Present continuous шағы болса past continuous'ке. Енді past simple, present perfect және past perfect шақтардың барлығы past perfect'ке ауысады. Future simple will, would-ға ауысады. Say және tell'дің айырмашылығы I already said that I was sick. I already told you that I was sick. Көріп тұрғанымыздай told'дан кейін міндетті түрде есімдік келу керек. Яғни біреуге айту, бірдеңе айту. Say something, tell someone. So the next example, келесі мысал, how is Gloria doing? Is she out of the hospital yet? I haven't heard from Gloria in a week. So екінші сөйлеушінің тікелей сөзін өз сөзіміз арқылы жеткізетін болсақ, онда шақ өзгереді. Ren told me that she hadn't heard from Gloria in weeks. Модальді етістіктерді қалай өзгертеміз? Will, would-ға, can, could, may, might-ға, must, had to-ға айналады. Енді тырнақшаның ішіндегі, яғни төл сөз could, should, would, might болып келсе, олар өзгермейді, дәл сол күйінде қала береді. Мысалы, we may increase our prices in January. The store owner said that they might increase their prices in January. May, might-ға ауысты. Енді сұраулы сөйлемдерді қалай өзгертеміз? Төл сөзден төлеу сөзге ауысқан кезде Are you a student at this university? Менен сұрап тұр. Ауыстырған кезде мына формуланы қолданамыз. Ask plus if whether plus subject plus verb. That lady asked me if I was a student at this university. Немесе whether I was a student at this university. Whether, if екеуінің мағынасы бірдей. Енді why questions. Who, what, when, where, why, how. Бұл сұрақтарды төл сөзден төлеу сөзге ауыстырған кезде шақты ауыстыру ережесі сақталады. Және сұрақтарды ауыстырғандағы ережені сақтаймыз. Тек қана if пен whether'ның орнына не сұрап тұр, қандай сұраулы сөз, белгісіздік есімдігі, соны қоямыз. Мысалы, where do you live? She asked me where I lived. Why can't you work on Mondays? My boss asked me why I couldn't work on Mondays. Көріп тұрғанымыздай, шақтарды ауыстырып жатырмыз. Тек қана ол менен сұрады, яғни не сұрағанына байланысты белгісіздік есімдігін қоямыз. Who will be at your party? She asked me who would be at my party. Енді шақ өзгермейтін жағдайлар болады. Ол қандай жағдайлар? Біз төл сөзді төлеу сөзге ауыстырған кезде шақты өзгертеміз дедік. Енді кейбір жағдайларда шақ өзгермейді. Ол әрқашан шындық, яғни өткен шақта, осы шаққа және келер шаққа қатысты өзгермейтін жағдай. Мысалы, I live in the UK. Мен Ұлыбританияда тұрамын. Ол өзгермейді. Мен бүгін Ұлыбританияда тұрып, ертең басқа мемлекетте тұра алмаймын ғой. Мен әрқашан Ұлыбританияда тұрамын. She said that she lives in the UK. Яғни шақты өзгертпейміз. Reported direct speech. I live in the UK. Reported speech. She said that she lives in the UK. Келесі мысал. Next week I'm flying to Canada. Яғни өзгермейді. Мен билетті бәрін алып қойдым. Канадаға ұшып бара жатырмын. Reported speech. He told me that he's flying to Canada next week. Келесі жағдай, шақ өзгермейтін келесі жағдай, ол imperatives, яғни бұйрық сөздер. Мысалы, sit down, be quiet, do your homework, орныңа отыр, тыныштал, жұмысын жаса, don't look at your phone, телефонға қарама. Imperatives болған кезде мына ережені сақтаймыз. Бұл жерде шақ өзгермейді. Мысалы, my mom told me to sit down. Tell, subject, to base verb, яғни to infinitive.
My mom told me to sit down. She told me to be quiet. She told me to do my homework. Көріп отырғанымызда ешқандай шақ өзгермейді, тек қана to plus base verb. Етістік бірінші формада қалады. Don't look at your phone. She told me not to look at my phone. And so